Жетімдіктің ащы дәмін татып жүрген Говард Келли оқу ақысын төлеу үшін үйде-үйге майда-шүйде товар таратып ақша табатын. Бірде қалтасында ұсақ тиын да қалмай, аштықтан әбден қалжыраған ол, қанша қысылса да берсе берер, бермесе қояр деп, жүрек жалғайтын бірдеңе сұрамаққа жақын тұрған үйдің есігін қағады. Бірақ есікті жас, әдемі қыз ашқанда сасқалақтап аузынан «Бір стакан су бересіз бе?» деген сөз әзер шықты. Жасөспірімнің түрінен оның шөлдеп емес, ашта екенін ұққан қыз толтыра бір стакан сүт әкеліп беріпті. Там санып ішіп алған Говард кейін әкеліп бермек оймен қанша төлеуім керек десе, қыз «1 цент те емес, анам маған қайырымдылыққа ақы алма деп үйреткен» дейді. Алғысын айтқан Говард ішінен дүниеде қайырымдылықтың барына тәубе деп шығып кетті. Көп жылдардан кейін бір күні Нью-Джерси штатындағы Камден деген шағын қалашықтан бір әйел қатты ауырып қалды. Жергілікті дәрігерлер не істерін білмеді. Ақырында олар оны тәжірибелі мамандарға тексерту үшін үлкен Балтимор қаласына Джонс Хопкинс ауруханасына жіберуді ұйғарады. Тәжірибелі дәрігерлердің арасында доктор Эдвуд та бар еді. Әйелдің жүзін көргенде есіне бірдеңе түскендей қайдан келгенін сұрады. Содан кейін дереу оның ауру тарихы, анализ қорытындыларымен танысуға отырды. Оқып бітірген кезде сол кездегі медицина мүмкіндігімен еш үміт жоқ екендігін ұқты. Кабинетіне келіп өмірдің қатыгез, әділетсіз екендігі, өзінің шарасыздығы жөнінде ұзақ ойланып отырып, бір кезде жұдырығымен столды бір қойып, «Жоқ, бұл әйелді құтқару үшін мен қолымдан келгенді де, қолымдан келмегенді де істеймін» деп креслосынан атып тұрды. Сол күннен бастап доктор Эдвуд бұл пациентке ерекше көңілін, уақытын бөліп, 8 айға созылған күрестен кейін аурудың бетін қайтарды. Оның сауыққанына бәрінің көзі жеткеннен кейін ауруханадан шығармақ болып бухгалтериядан емдеу шотын сұратыпты. Оны әкелгенде әйелдің төлеуге тиісті сомасы астрономиялық сома екен. Әрине, ұзақ уақыт ана дүниеден дерлік суырып шықты ғой. Доктор Эдвуд қаламын алып шотқа қолын қойды ма, бірдеңе жазып палатаға әйелге беріп жібереді. Шотты қолына алған әйел оны ашып қарауға дәті бармай ұзақ отырды. Оны төлеу үшін енді өмір бойы жұмыс істеу керек екенін іштей біліп отырған. Ақыры өзін өзі жеңіп ашқан кезде ең бірінші көзіне түскені төленсін дегеннің астындағы емдеу ақысы 1 стакан сүтпен өтелген доктор Говард Эдвуд Келли деген жазу болды.